Жақсылық пен жамандық. Жасы үлкен ата мен оның немересі үйдің алдында ырсылдап, арпалысып жатқан екі итке қарап отырады. Иттердің біреуі ақ, екіншісі қара еді. 12 жасар немере есін білгелі, осы иттер үнемі атасының үйінің алдында арпалысып жататын. Атасы көзін алмай қарайтын ірі иттер еді бұлар. Немере: ата, иттеріңіз соншалықты үлкен, үйіңізді қорғауға біреу де жетер еді ғой, неге екеуін ұстайсыз? Ал түстері ше, неге біреуі ақ, екіншісі қара болуын қаладыңыз деп атасынан сұрайды. Жасы 70-ке жеткен ата немересіне күлімдеп қарады да: ол иттерім, деді, мен үшін екі таңба балам. Ненің таңбасы? Жақсылық пен жамандықтың. Тура осы иттер ұқсап, ішіміздегі жақсылық пен жамандық үнемі күресіп жатады. Иттерге қараған сайын соны ойлаймын. Сол үшін оларды қасымда ұстаймын. Кішкентай бала күрес болса, онда жеңген мен жеңілген де болу керек деп. Қалай ойлайсыз, осы күресті қайсысы жеңіп шығады екен деп сұрақ қояды атасына. Сонда атасы балаға күлімдеп қарап: қайсысы дейсің бе балам? Мен қайсысына көп тамақ берсем, сол жеңеді де, деп жауап қайырады.